Сіздер ме студенттер? Сәлем сөзінің анасы, ұғын қазақ баласы. Bir ауыз сөз сәлеммен нұрлы сауап аласың. Таң атқанда әлемге ағынсың бе сәлемде. Амандасу парызың, жауап қайтар сәлемге. Жарайсыңдар, отыра ойнайсыздар. Бүгінгі практикалық сабағымыз бастамас бұрын староста бүгінгі қыздар, студенттер, қанша студент келді балаларды? Бізде 20-да бір тобында студенттер түгел. Бізде де 20-да бір тобында барлық студенттер түгел. Жарайсыңдар. Біз бүгін Ақлой дамуындағы кемістік мәселесінің педагогикалық психологиялық тарихы тақырыбында сіздермен бірге практикалық сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз сіздер болған дейін өз оқу орындарыңызда бұл тақырыпта теориялық дәріс алған болатынсыздар. Ал енді бүгінгі оқу сабағымды бастамас бұрын сендердің алдарыңа мен ойын берем. Ол ойын арқылы сендер өз топтарыңды, ұрандарыңды айтып шығулары ұсынылады. Солай екі топқа бөлініп аламыз. Құрметті студенттер, регламент уақытысы берген еді. Уақытқа қарап отырамыз. Жарайсыңдар? Уақыт келді. Бастаймыз. Қай топ бастайды? Біз бастасақ болады ма? Жарайды, бастаңыз. Біздің топтың аты Барыс тобы. Олай болса, бірінші біз әнұраннан бастағанымызды жөн көрдік. Олай болса, Барыс тобы алға, биіктеле самға, ешқашан қалма, әрқашан алда. ең бірінші бұлай айтқан себебіміз неге десеңіздер, енді Барыс өте жыртқыш жануарлардың бірі, және де алдында тұрған жемтігін ол ешкімге бермей өзі ғана жейді. Және осыған қарап не түсінеміз? Яғни бізге берген мүмкіншілікті біз ешкімге бермей, барынша белсенді боламыз деп үміттенемін. Жарайсыңдар? Келесі топ. Біздің қатысқанымыз, яғни тұлпар, өздеріңіз көріп тұрғандай жүрсек, тұлпарды қатыстырдық. Және де біздің тобымыз тұлпар, ұранымыз Тұлпар болып самғаймыз, жарыстан еш қалмаймыз. Яғни мен тұлпар тобы таңдаған себебіміз, тұлпар өте жүйрік жануар. Сол үшін біз тұлпар таңдадық, тұлпардай жүйрік болып, яғни осы бүгінгі практикалық сабақта өзіміздің жүйріктігімізді көрсетеміз деген сенімдеміз. Рахмет. Жарайсыздар, студенттер. Бірінші топ тұлпар тобы және екінші топ Барыс тобы болып екі топқа бөлініп алдық. Ал енді бүгінгі оқу қызметімізді ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі оқу қызметімізде топ болып екі топқа бөлінгендіктен сіздерде бас топ басшылар болады. Топ басшылары әр сұраққа жауап беру мақсатында белгілі ретте қамшы қолданамыз. Және топта қанша студент жауап берсе, сонша студенттің ұпай санын біз астармен белгілейтін боламыз. Түсінікті ғой? Ал енді әр сабақтың өзінің ережесі бар. Ережеде қай топ белсенді қатысып болса, өз ұпайларын жинайды. Және топпен жұмыс жүргізілу, әдеппен жүргізілу, топтың басшыларын тыңдау және сұрақтарға барлығына мұқият жауап беру сынға алынады. Қай топ ережені бұзатын болса, онда ұпай саны кемейтін болады. Түсінікті ғой? Жарайсыздар. Ал енді өткен сабақты пысықтау мақсатында осы аталмыш тақырыптың тарихы жайында өз ойларыңызды бөлсеңіздер. Қай топ жауап береді? Барыс тобы, тұлпар тобы? Тарихы бойынша тоқталып кетіңіздер. Мен жауап берсем болады ма? Болады. Ең бірінші арнайы психология. Арнайы психология дегеніміз, яғни ересектер мен бүлдіршіндер арасындағы психологияны және олардың қаншаға бөлінетіндігін зерттейтін
саласы болып табылады. Яғни олардың ішіне не кіреді? Яғни саңыраулар психологиясы, тірек қимыл жағынан кемістігі бар бүлдіршіндер психологиясы және де көп түрлерге бөлінеді. Олардың бәрін жеке-жеке айтып өтеміз, және де арнайы психологияның тарихы тек қана арнайы психологиямен ғана шектелмейді, және де ол педагогикасымен шектеледі, және де ол сөз кезегімен келесі топқа беріліп келеді. Педагогика жағын түсіндіре кетсеңіздер. Жалпы арнайы педагогика бұл ақыл есі кем балалардың оқыту мен тәрбиелеу жұмыстарын зерттейтін ғылым болып саналады. Оның ішінде арнайы бөлімдерге бөлінеді. Яғни есту, көру, сөйлеу қабілеті нашар балаларға да арналған арнайы салалары бар. Яғни оның ішінде логопедия, сурдопедагогика, құлақ естімейтін балаларға арналған салалары бар. Оларға да арнайы тоқтала кететін боламыз сабақ барысында. Жарайсыздар балалар. Өткен сабақ пысықталды, енді бүгінгі практикалық жұмысымыздың тақырыбы анықталған. Енді кейс технологиясы бойынша бірінші сұрағымды қояйын. Дайынсыздар ма? Мұқият тыңдаймыз. Ақылы кемістігі және оның қандай түрлері бар? Қамшы. Жарайды? Негізі осы ақылы кемістігі және оның қандай түрлері бар? Презентация ретінде қорғасақ болады? Болады. Шығыңыз. Тақтағы шығыңыз. Ақыл кемістігі, яғни ақыл кемістігі деп жатқанымыз, ақыл кемістігінің өзі, яғни дебил, идиот және де имбецил болып үш топқа бөледі. Яғни дебилдің өзі үш топқа бөледі, яғни жеңіл, орташа, ауыр болып. Яғни жеңіл тұрғысына тоқталатын болсақ, жеңіл яғни олар қоғаммен арнайы бір белгіде қоғаммен араласа алады, және де қоғамнан бөлек олар яғни сабаққа бару мүмкіндіктері, яғни садикке бару мүмкіндіктері толығымен қарастырылған. Осы дебил тұрғысына қараған кезде, яғни олар өз тұрғысында математика сабақтары, қиын сабақтары олар өздеріне қабылдай алмайды, дегенмен олар басқа, яғни бір жағынан мүмкіндігі шектеулі болса, екінші жағынан мүмкіндігі өте жоғары болады дебилдардың. Яғни олар еңбекке баулу және де сурет салу бұйымдарынан олар өте бейім келген, және де осы дебилдар олар өз еркімен сөйлей алады, және де қоғамда болып жатқан нәрселерді олар өздеріне қабылдай алады, және де олар сонымен қатар олар ата-аналарымен және де басқа да садиктегі балалармен тығыз қарым-қатынаста бола алады. Екінші тұрғысына тоқталатын болсақ, яғни бұл дебил, яғни аударғанда әлсіз, қаулы, яғни қуатсыз деген мағынаны білдіреді. Келесі, яғни біз тоқталатынымыз, яғни бұл имбецил, яғни имбецил бұл тұрғыда қарағанда ол өте ауыр тұрғысы болып саналады. Яғни имбецилда олар балалар өз-өздерін, яғни тіпті ата-аналарына дейін танымайды. Онымен қатар имбецилда дәрежесінде кем ақыл балалар үздіксіз қамқорлыққа арнайы бақылауға жетеді. Яғни бағана дебил тұрғыдағы балалар олар арнайы бір қауқар, арнайы бір қарауды қажет етпейді. Мысалы, яғни имбецил тұрғысындағы балалар арнайы бір қоғамды, арнайы бір қарағанды өте көп өзіне тататын, қажет ететін балалар болып, яғни олар еркін өмір сүруге бейімделмеген, жағдайдың аз-кем өзгеріп, имбецилді қырыққа кіріп, яғни олар таныс емес, бөгде бір ортаға кірген кезде олар өз-өздерін ұстай алмай, сасқалақтап кетеді. Сол үшін ол имбецилдарға өте кішкене үлкен кісілер, яғни садиктегі тәрбиелеушілер, яғни ол балаларға арнайы бір уақыт бөліп, яғни сол балаларға тапсырма арқылы беру арқылы баланы ортаға бейімделгені өте жөн. Солай қараған дұрыс. Идиотия тоқталатыныздар, идиотия латын тілінен аударғанда тұрпайылық деген мағынаны білдіреді. Яғни идиот бұл имбецилға қарағанда кішкене болсын, олар өз-өздерін ұстай алады, тірек қимылдары кішкене болсын жақсы дамыған. Жастамаған жер дәрежесіндегі балалар жоғары, биік немесе аласа, төмен туралы түсініктерді қауіпті сезінбейді. Яғни олар биіктен немесе аласада құлап кетуі мүмкін. Себебі олар ауырсыздығын сезінбейді. Олар тіпті өздерінің жақын туыс ата-аналарын да танымай қалуы мүмкін. Яғни оларды үйде ұстап, үйде бағу оларға кішкене болсын ата-аналарға қиындық туғызады. Яғни оларды арнайы психохрониктерге апарып, яғни сондай мекемелерге апарып, сол жерде тәрбиелеген дұрыс. Неге? Себебі олар өз-өздері айтып тұрған ауырсыздығын сезінбейді, аласа, биікті сезінбейді. Сол үшін олар өз-өздеріне сақым келтіруі мүмкін. Сол үшін оларды яғни арнайы психохрониктерге апарған дұрыс. Қысқаша тұрғыда осылай. Жарайсыздар, тұлпар тобы. Ал енді осы сұрақты сіздер өз ойларыңызды айтып кетсеңіз. Біздің топтан Әйгерім өзінің ойын айта кетсең.
жарайсыздар. Айтып отырсың. Дебилдің өзі бір түрге бөлінеді: жұмсақ, орташа, байыпты, терең. Жұмсақ бұл өздері есептеп, жазуға қабілетті. Орташа бұл қарапайым ортадағы адамдармен отбасынан тыс байланыста болғанға қабілетті. Ал байыпты бұл өздері жаза, сөйлей алады, сөйлеп берілген тапсырманы орындай алуға қабілетті. Ал терең адамдар бұл өздері жақсы көретін адамдармен бірге болғанды ұнатады. Жарайсыздар отырғанды. Ал ұпай санымен белгілейін. Тұлпар тобына 2 асық. Барыс тобына да дәл сол 2 асық. Жарайсыздар. Ал енді осы сұрақты қорыта кетсем. Ақыл ой кеңістігі ғылыми тілде аллиграфия деп аталады екен. Бұл грек тілінен аударғанда алигос сәби, птин ақыл дегенді білдіреді екен. Бұл ұғымды неміс ғалымы Эмиль Краплин ғылымға енгізген екен. Қазақ тілінде ақылы таяз деген ұғымды білдіреді екен. Яғни бұл ғылымда зерттеу мәселелерімен арнайы педагогиканың бірі аллиграфия педагогикасы айналысады. Ал қазақ тілінде ақылы таяз деген ұғымды білдіреді екен. Жарайсыздар. Ал енді екінші сұраққа келсек, ақыл ой кемістігінің себептері неде? Жарайсыздар? Жарайды, баршы топ жауап беріңіздер. Ақыл ой кемістігінің себептері ол көбіне белгілі емес болып келеді, бірақ кейбір белгіленген себебі оны кемістігінің жетіспеушілігінде оттегінің дамымай қалуы, немесе босану және босанудағы проблемалар жатады, және оған ұрық инфекциялары мен ұрықтың дамуы осы себептердің ішіне кіреді. Және де осы жатыр ішілік алкогольдердің ішінде кейбір ақыл ой кемістігінің дамуға қалуы да себептерін тигізеді. Жарайды. Сіздерді дайын болғанша тұлпар тобына берейік. Қазір өз ойларыңызды бөлісе отырсыздар. Сонымен қатар бұл ақыл ой кемістігінің сыртқы себептері бар. Бұларға босанудан кейінгі оттегі жетіспеуі, сонымен қатар босану кезіндегі дұрыс процестердің болмауы, сонымен қатар балалық, нәрестелік кездегі ауыр жарақаттар, ауыр ми жарақаттар уақыт өте келе бұл ақыл ой кемістігінің ауруына пайда болады. Жарайсыздар, соған. Жаңағы бері айтып жатырмыз ғой, ақыл ойдың мәселесінің психологиялық тарихы және де арғы топ педагогикасын айтқан болатын. Тағы бір түсіндіре кетейін, және де қыздардың айтқан сөздеріне өзім қоса кетер ойларым бар еді, соны айта кетсем. Ақыл ойдағы мәселенің психологиялық тарихы. Жаңа айтып кеткендей, ақыл ойдағы психологиялық тарих дегеніміз ол көптеген түрлері бар. Ең бірінші олар адамның мінез құлқын зерттейтін оның бір саласы болып табылады, және де олардың түрлері өте көп. Мысал ретінде айтатын болсам, саңыраулар технологиясы бар, және трек технологиялары бар. Олардың бәрін атап өте келетін болсақ, көптеген түрлері бар. Яғни келесі бізде ақыл ойдың психологиясында осылай болып бөлінеді. Келесі тағы осынша сеніңіз тағы бағана айтып жатқанда біздің топтан Алина жауап берді, және де олардың сұрақтарында сіз қойдыңыз қандай түрлері бар, және де олар қаншаға бөлінеді дедіңіз ғой. Және де олар төртке бөлінеді. Бірінші туфер-педагогика, сутро-педагогика болып бөлінеді. Оны жаңа ғана Алина толық түсіндіріп өтті. Келесі ақыл ойдың кемістігінің себептері неде деп жатыр. Ақыл ойдың кемістігінің себептері әртүрлі жағдайларда болады. Бағана айтқан кеткенде олардың түрлері де көп. Түрлеріне қарай жағдайларда әртүрлі болғандықтан біз оны әр түрге бөлінеміз. Мысалы, бағана айтып кеткендей тірек қимыл жағынан технология, яғни тірек қимылды біз қалай түсінеміз? Яғни сіздер біздің осы балабақшада да бізде тірек қимыл жағынан болсын, инклюзия жағынан болсын оқушыларымыз яғни бар да. Соған қарап отырсақ, мысалы тірек қимыл жағынан, яғни ол өте ауыр жағдайдағы болып табылады. Ауыр жағдайда болғандар ол кейде осы жаққа келе алмайды балабақша, ал олардың көптеген түрлері бар. Солардың бірі ақыл ой кемістігінің түрлері. Ары қарай презентацияны тағы да сұрақтарыңызды қарай жалғастырсақ болады ма? Болады, жарайды. Жарайсыздар. Яғни ақыл ой кемістігі бар балалардың дамыту мақсатында біздер көптеген ғалымдардың ойындармен ойнатып дамыталады екенбіз. Ғалымдар туралы қазір айтып жатсыз ғой, просто өзім енді көрсете кетсем. Мысалы айтып жатырсыз,
ғалымдар қандай үлестер қосқан ғалымдар бар десеңіздер, мен айтар едім Мария Македонский, яғни ол кісіні Монтессори, кешірім сұраймын. Ол кісі осы технология дамуына өте көп үлесі қосты, яғни 1900 қалай айтсам болады, ол кісі дәрігер бола білді, және де осы тірек қимыл, бағана айтып жатқан тірек қимыл технологиясын өте үлес қосқан осы Мария Монтессори болып табылады. Және де олар болса, олардың тарихын бір атап өттім, оның технологиясымен сіздерге көзбе-көз көрсетсем қалай қарайсыздар? Болады ма? Болады. Әрине. Бірінші, бағана айтып кеткендей, Мария Монтессори бізге тірек қимыл, сонымен қатар басқа да баланың психологиясын дамытуға көптеген өзінің үлесін қосқан ғалымның бір түрі дәрігер бола білді. Сонымен қатар ең бірінші мен сіздерге Монтессоридің технологиясын қолмен үйдегі жағдайларда бар заттармен, былай айтқанда жоқтан бар қылып жасаған түрім, барынша еңбектеніп, бұл жерден біз не сүреміз? Бұл бірден сіздер үшбұрышты пішінді көріп тұрсыздар. Неде қалай ойлайсыздар? Үшбұрышты пішін не үшін тұр десеңіздер, мен сіздерге жауап бере кетейін. Яғни бізде бұл жерде мысалы бала отырады және анасы қасында отырса, оған үшбұрышты пішін береді және де оған бала арнайы ши қояды. Өзі мамасы дайындап береді ғой енді. Сол кезде бала осы үшбұрышты құрау үшін жіппен арнайы осылай резинка не болмаса жіппен пішінді құрау керек. Сол кезде бала үшбұрышты пішіннің бар екендігін түсінеді және де оған миының психологиясы дамиды. Мына шетте не көріп тұрсыздар? Бұл жерде бұлт және де жаңбыр жауғандығын көріп тұрсыздар. Енді барынша үй жағдайымен жасаған түрім ғой. Осы жерден бала бұлттың ішінде ағып жатқан жаңбырларды келтіру керек. Яғни бұны мен былай келтіре алмағандықтан арнайы бірінші трубочкаға былай қыстыру арқылы жаңбырдың жауып жатқандығын көрсетті. Бұл жердегі мақсатымыз неде? Яғни ол жаңбыр жауғандығын қалай нәрседе болса да өзінің жеткізе білгендігінде болып тұр. Яғни баланың психологиясы осыларды жасау арқылы да дами түседі. Келесі бізде төртбұрыш. Төртбұрышты өте оңай болып көрініп тұр. Енді бірақ оны стикер арқылы істеген түрім. Төртбұрышты жасаудың өзі де бір шебер. Кейбіреу басқаша лапсыздатты деген сияқты ғой. Мына шетте өте күрделі болып келеді. Яғни бағана Монтессоридің технологиясы әртүрлі бөлінеді. Олар әртүрлі пішінде болады. Соның күрделілердің бірі осы. Яғни бізге стикер беріледі. Стикердің ортасында дөңгелек пішіндер арнайы неден аспаған дөңгелек пішін беріліп тұр. Біз осыған дәнектерді дөңгелектен аспай қоюымыз керек. Енді бала кішкентай болғандықтан ол асырып та қою мүмкін, әртүрлі бала болады ғой. Сондықтан ол балалар осы дөңгелектен асырмау үшін дөңгелектің ішіне дәнектерді қойып шығу керек. Бұның өзі недер деп ойлайсыздар? Яғни бала осы дөңгелектен асырмау керектігін түсініп, миының жақсы істегенін көріп тұрсыздар. Енді бұл үй жағдайында істелген. Енді сіздерге кәдімгі арнайы құрал жабдығымен істелген түрі. Егер мынаны түсінбей жатсаңыздар, бұл жерде не көріп тұрсыздар? Яғни әртүрлі пішін. Мына жақта төртбұрышты былайынан келген, сүйір келген, әртүрлі болып келген. Яғни бұл балалар егер аналар бағанағы түрде істей алмай жатса, осы резинкалар арқылы бір-біріне қарама-қарсы ету арқылы неше түрлі пішінде шығара алады. Бұларды көрсетіп, енді өз ойымда айта кетсем, Мария Монтессори бұларды істеген себебін айта кетейін. Біріншіден ол кісі дәрігер бола білді. Біле жүріңіздер, және де 1907 жылы Италия қаласында өзінің даңқын көтере түсті, көптеген өзінің үлесін қосты. Осындай тірек қимылы жағынан, балалардың психологиясын дамыту жағынан болсын, іс қимылы жағынан болсын, өте көп үлес қосқан ғалымның бірі болып табылады, яғни доктор. Біз оны кісіні ұмытпауымыз керек, және де балаларға үлкен үлес қосқан осы Мария Монтессори. Назарларыңызға рахмет, сіздерге ұнады деген ойдамын. Жарайды, барысты өте керемет жауап бердіңіздер. Артикация сұрақ қойыңыз, ақыл ой кемістігі себептері, соның ішкі себептері айтсақ болады? Болады, айтамыз. Ақыл ой кемістігінің ішкі себептеріне хромосомалардың ол кезде мутацияға ұшырау барысында олардың көп мөлшерде бөлінуінен болмаса жеткіліксіз түрде бөлініп, олар мутацияға ұшыраған кезде оларды ақыл ой кеміс балалар ақыл есі кем балалардың дүниеге келу себебі басты себебі осы болып табылады. Мутацияға дұрыс ұшырамау себебінен жаңа тірек қимыл орындары не үшін жүргізілді? Мысалға балалардың осы жақта да біз практика барысында көрдік, осы сияқты сүлмен деген балаларды көрдік. Сол кезде мысалға Монтессоридің ойын түрлерінің арқылы балалардың қол алақанда тірек қимылдары дами бастады. Олар алақандары, қолдары, саусақтары қимылдай бастады. Яғни әртіп ойлаймыз, бірінші саусақтарды қимылдату арқылы, яғни баланың миына не жүреді ғой, сигнал барады. Яғни бірінші баланың саусақ қолда дамымаса, не тілі де миы дамымайды. Сол үшін бірінші кезде барыс тобының, яғни күрескен ойындар шынымен толықтай келісеміз. Неге себебі сол баланың бірінші қолдарын жұмыс жасау арқылы баланың тілі шыға бастайды, яғни соның ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін түсіне арқылы, яғни мида дұрыс жұмыс жасайды. Мен ойымды қоса кетемін,
айтып жатырсыз ғой, бірінші ол балалардың дамыту керек, яғни миы жүйесі болсын, психология жағынан болсын да. Сіздер мысалы айтып жатсыздар, бірінші ол қолы жұмыс істемесе, миы да істемесе, ол дұрыс болмайды деп жатыр. Мысалы ретінде осы балабақшада біз енді практикаға осы балабақшаға келіп жүрміз ғой. Сол кезде мен Інжу деген бүлдіршінді көрдім. Сол кезде әкелердің айтуы бойынша енді барлық жұмыс жасап жатыр ғой. Ол кісі, ол Інжудің де бүлдіршіннің де осылай тірек қимылы жағынан емес, енді қалай айтсам болады, инклюзия жағынан кішкене кемістігі бар. Сол осы біз тәрбиеге қарап, осы кісілерге, тәрбиешілерге қарап, өзіміз көптеген нәрсе үйрендік. Яғни Інжуді қарап, басында келгенде қандай еді, қазір қандай? Өйткені біздің тәрбиеленушілеріміз бізге өздерінің көмектерін қалай оларға жұмыс жасау керектігін және де психологиясын дамытуға неше түрлі әдіс тәсілдерін қолданды. Соны қоса кеткім келген. Рахмет көп. Осылай біздің тек қана сіздер айтқан малыматтардан ғана біздің балабақшада осындай мұғалімдеріміз көмектескенін кеткім келеді. Жарайсыңдар? Бірақ біз шынымен де көріп отырмыз, сіздер айтуларыңыз бойынша практика барысында бірінші келген бала мен қазіргі баланың айырмашылығы қандай шынымен өйткені біз тірек қимыл мүшесі жағынан балалар бар да бұл жақта, яғни соларды біз көріп отырмыз келген кезде практика барысында олар басында мынандай болған, яғни олар қасық ұстай алмайтын, жатақханаға өз еркімен бара алмайтын, яғни солар әпкелер ол керісінше оларды бөліп тастамай, керісінше солардың бәрін бір топқа жинақтап, яғни бір топқа жинақтаудың арқасында олардың яғни ортада өздерін бір кемшілік сезінбей, ортада өздерін артқа сезінбей, яғни өздерін тіпті былай қараса олар өз ойларын еркіне айта алады. Және де олар еркін тамақ іше алады, еркін өздері қолмен, яғни қасық ұстап қолы былай жұмылып ашылып, яғни тірек қимыл мүшелері кәдімгі дамыған. Оның барлығы яғни осы садиктегі, яғни тәрбиешілердің арқасында. Себебі біз өзіміз көріп отырмыз садикте көптеген неше түрлі ойындар жасалған, садиктегі шынымен де жағдайлардың барлығы керек жасалған. Сол үшін яғни сол заттардың, яғни бұйымдардың арқасында сол балалар қазіргі таңда садикке ата-ана садикке берудің арқасында балалар қазіргі таңда шынымен де қоғамда олар өздерінің еркін сезінуге, яғни өздерінің ойларын, пікірлерін айтуға бейімделгені шынымен де бізді қуантады осы практика барысында. Жарайсыздар, өте керемет жауап болды. Негізі белгілі ол балалар күнделікті уақытысының кем жартысында балалар ойын ойнайды екен. Бақшада ойын ойнайды. Ойын арқылы олардың өмірінде ең маңыздысы ойын. Ойын арқылы сіздердің атап отқан ойындарыңыздың барлығы баланың моторикасы дамуына әсер етеді. Сол арқылы баланың тілі де ақыл ойы да дамиды. Жарайсыздар? Қолдарды жаттығар кісілер бір жағынан да. Саусақ ұшы дамыған болса, ақылы да дамыған. Жарайсыздар? Тұлпар тобына 3 ұпай. Барыс тобына да 3 ұпай. Ал келе сұрағымызға жол берсек. Жүздер үлкен жауап берсе бол ма? Жауап бере ойыңыз? Республикада, біздің республикада 150 мыңнан астам баланың сондай анықталған даму ерекшеліктері анықталған. Және де оларға 101 түзету орталығы ашылған. Және де ол түзету орталығында балалар бір-бірінен ештеңе көріп үйрене алмайды. Сондықтан кәдімгі балабақшаға қосып жатыр. Кәдімгі балабақшада олар кәдімгі балалардан ешқандай айырмашылығы жоқ. Олардың кәдімгі үйренеді. Мысалға Айжан деген қыз бар. Ол кәдімгі өзімен қатарлы ерекше балалардың қатарында болғанда ол ештеңе үйрене алмаған. Және де оны кәдімгі садикке берген кезде ол қасық солармен үйреніп, солармен ойнап, анасына айту бойынша сондай. Қоса кетсек болар ма? Біздің топтан Айжан жауап береміз дейді. Дамуына кемістігі бар балалардың қоғамдағы орны ерекше. Оларды біз өзіміз бөлмеуіміз керек, қоғамға араластыруымыз керек. Олардың орны ерекше. Біз оларға өмірдегі өз орнын табуға, екенді және еңбекке жарамды етіп тәрбиелеуіміз керек. Біз мысалы осы сөзге қарай қазақ халқымыз еңбек еткен, мұратына жеткен деп бір мақал айтып кеткен. Осы бір керемет мақалдың ішінде бірнеше мағына жатыр. Яғни мүмкіндігі шектеулі балалардың әлеуметтік ортасында еңбек ету арқылы өздерінің мұратына жетіп, қалаған ісімен айналысып, қоғамға жетіп белсенді араласып кеткен. Яғни мүмкіндігі шектеулі дамуында кемшілік бар балалар десек, біз өз алдымызға андай балалар елестейді. Мысалы,
үйінде отырған ешқандай еңбекке жарамсыз ата анасының қолында отырған балалар емес дейді, бірақ олардың да өзінің еңбекке жарамдылары бар. Олар еңбек ету арқылы бір-бірімен қарым-қатынас жасайды, қоғамға араласады және бір тағы орта қоршаған ортасына бейімделеді және осындай балалардың дамуы үшін ата-анасымен педагогтың енді айтып жатырмыз ғой, барлық тақырыпты қозғап жатырмыз. Ой тастай кетсем, енді қазіргі айтып жатсыздар, балаларды айтып жатсыздар. Неге ойлайсыздар, осылай неге даму кемістігі жағынан балалар көбейіп жатыр, психология жағынан да, тіл кемістігі жағынан да балалар өте көбейіп жатыр. Неге? Себебі қазіргі заман мен бұрынғы заманды біз салыстырамыз. Заман тұрмақ адамдардың өзі. Бір жағынан айта кететін болсам, балалардың енді қазіргі таңда балалар барлығы соткамен отырады. Балалар ғана емес, үлкендердің өзі бізде отырамыз, өтірік емес, оны мойындайтын жағдай. Яғни қазіргі таңда, мысалы мен өзімнің үй жағдайымды айта кететін болсам, туысқан әпкемнің баласы қазіргі таңда тіл кемістігі жағынан кішкене нашарлау. Неге десеңіздер, қазір әрине сотқа беріп қойсам, бүйтіп қойып қойсам, оны көре береді. Одан кейін тіл кемістігі қалай дамиды деп ойлайсыздар? Сол себепті де бұрынғы заман мен қазіргі заманда да және адамдарды салыстыру өте қиын болып барады. Өйткені бұрынғы заманғы адамдарын салыстыратын болсақ, ет, қамыр, сүт, айран, қымыз ішіп отыр. Денсаулығы жақсы, бүйтіп қалған мужик ерлер, адамдар енді дене бітімі бар да. Қазір қарап тұрсаңыздар, біз тұрмақ қазіргі үлкен кісілердің өзі дене бітімі ілмиіп жүрміз де өтірік емес қой, мойындаңыздар. Енді қазір сол неге деп ойласаңыздар, ол кезде жағдай жақсы болып мойындау керек. Бұрынғы заманда біз ет, қамыр жеп, бұндай зиянды чипсы, кола деген ішпегенбіз. Қазір ішпейміз деп айтпаймыз, по-любому ішеміз, өтірік айтады, не қыламыз өтірік айтып ішеміз. Қазір заман салыстырсақ, қазір заманда енді жағымсыз тамақтар, зиянды тамақтар көп жеп жатырмыз. Жеме десе де жеп жатырмыз, ата-анамыз айтып жатса да. Енді сондықтан мойындайды. Ал енді балаларды салыстыратын болсам, бұрынғы заман балалары далаға шығатын. Үйде отырмайтын, үйден далаға шық, үйге кіргізе алмайтын еді бұрын ата-анамыз. Ал керісінше қазіргі балаларды үйден шығарамайсың. Менің іні сіңілдерім де бір үйден шығарамай ұрсам оларға. Ата-анамды кейде тыңдамайды да. Өйткені неге ол өзіміздің кемшілігіміз, өзіміздің кесіріміз. Өйткені балаға, конечно, сотканы беріп, мәк көр десең көре береді. Одан бас тартпайды ғой. Сөзді аяқтастаса болады ма? Бұдан не түсінеміз? Сондықтан болашақта біз өзіміздің артымыздан мерт жатқан сіңілдерімізді, інілерімізді жақсы тәрбиеге баулуымыз керек. Яғни соттаға үйретпеуіміз керек. Сонда ғана қазіргі замандағы балалар жақсы өседі, негізі телефоннан бөлек қазіргі ата-ана мен баланың арасында тығыз қарым-қатынас болу керек қой. Қазір ата-ана өзі жұмыс, бала сабақтан келеді, сол арқылы яғни ата-ана мен баланың арасында қарым-қатынас жүргізеді. Яғни ата-ана мен баланың арасында қарым-қатынас жойылғаннан кейін бірде-бір себеп, яғни баланың көңілін барлығы осы телефон, яғни гаджет жүргізеді, осы смартфондарға ауытқып, яғни сол арқылы жаңағы басшылығына шын толықтай келісем, яғни қарытынан бұрыннан салыстырғанда мүлдем ұқсас емес. Бірақ әрине заманына қарай адам деп жатыр, мүмкін соған қарай бейімделіп жатқандағы шығар дегенмен, бірақ оны жақсы жағына да қарауға дұрыс керек. Негізі себебі қазіргі бізде дамыған заман болып келе жатыр. Сол үшін бізде яғни балалардың осындай жастарымызда яғни телефондарды, гаджеттерді білгендері бір жағынан дұрыс. Екінші жағынан алып қарасақ, яғни тіл жағынан өте минусқа кіреді. Неге себебі яғни бала ата-анамен, қоғаммен, ата-анамен араласпағандықтан, яғни бала өз-өзін жоғалта бастайды. Яғни сол арқылы оны басқа әлемге, басқа жағдайға байланысты қызығушылықтары мүлдем төмендейді. Біз ойынды қосып кетсек бола ма? Тезірек Алина ойынды қосып кетемін деді, сіздің айтқан сөзіңіз. Осы сіздердің айтып жатқан сөздеріңізбен толықтай келісемін, бірақ ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынас ол тығыз байланыста болады, бірақ жұмысымен, бірақ ата-ана бәрібір де баласына деген уақытты тапқан өйткені бала қазіргі көп жағдайда балалар өздеріне деген вниманияны талап етеді. Жоқ, береді ғой, бәрі береді. Жоқ, қазіргі заман бұны талап етеді. Өйткені қазір регламент сақтаймыз, қыздар болды. Жарайсыңдар қыздар, байсаңдарын тағы қосайын. Өте керемет жауап болды. Ал енді келесі кезекте көңіл сәтке берейік. Қыздарды көңіл сәтке шақырайық. Бұл көңіл сәтті балабақшамыздың педагог психологы Айдана Білікбайқызы жүргізеді. сәлеметсіздер ме, құрметті
студенттер және де құрметті қонақтар. Менің аты-жөнім Қадирбекова Айдана Бірлікбайқызы, номер 35-ші Ертөстік Бөбекжай бақшасының педагог-психологы боламын. Қазір сіздермен сергіту сәтіне арналған бір қызықты ойын ойнағым келіп тұр. Дайын болсаңыздар, мен сіздерге алдарыңызға таратып берейін. Қазір ойынның шартын түсіндіретін боламын. Алдарыңызға рет-ретімен жазылған, 1-ден 5-ке дейін жазылған бланктар берілді, мұқият қараймыз. Енді сіздерге нұсқау бойынша сіздер алдарыңызда берілген бланкқа кез келген аңның, жануардың немесе жәндіктің, құстың атын жазсаңыздар да болады. Қазір дәл қазір ойларыңызға қандай аң, жануар келіп тұр, соны рет-ретімен жазып шығыңыздар. Әрбір санға бір жануар немесе құстардың аттарын жазсаңыздар болады. Толық жазамыз, 1-ден 5-ке дейін толық жазамыз. Ауыстырмаймыз, бланкты ауыстырмаймыз. Бітті. Бір-бірімізді күтейік, кішкене. Екі топты аяқтады ма? Тиіспейміз, қазақ қағаздарыңыз өздеріңізге тұрсын алдарыңызда. Енді қазір сіздерге шаблондар беріледі. Сол шаблондарға қарап, көп нүктенің орнына сіздер рет-ретімен қойып оқып шығуларыңыз керек. Кезек-кезекпен. Бірінші бізде қайтып тұлпар тобы, иә? Тұлпар тобы. Тұлпар тобы бастасын, кім бастайды бірінші? Көшбасшыдан бастайды, иә? Мен көшбасшы. Аталған жануарды қойып шығасың. Дауыстап оқимыз. Мені жұрт қарлығаш деп ойлады. Ойлайды. Бүкіл оқып шығамыз. Мені бота деп ойлағанын қалаймын. Мені сабақта тұлпармын. Достарымның алдында құмырсқа. Негізі мен арабын. Өте жақсы. Келесі. Бақшылар түгел оқып шығамыз. Мені жұрт аққу деп ойлайды. Мен көгершін деп ойлағанын қалаймын. Мен сабақта бүркітпін. Достарымның алдында тұлпармын. Негізі мен тазы ит болады. Келесі. Мені жұрт қасқыр деп ойлайды. Мені көгершін деп ойлағанын қалаймын. Мен сабақта арыстаным. Достарымның алдында түлкімін. Негізі мен сауысқанмын. Өте жақсы. Мені жұрт жылқы деп ойлайды. Мені тоты құс деп ойлағанын қалаймын. Мен сабақта қасқырмын. Достарымның алдында аюмын. 5-ші итпін. Келесі топ. Барыс тобына, иә? Барыс тобы кезек берейік. Мені жұрт қасқыр деп ойлайды екен. Мені көбелек деп ойлағанын қалаймын. 3-ші мен сабақта аюмын. 4-ші достарымның алдында қоянмын. Негізі мен қарлығашпын. Мені жұрт мысық деп ойлайды. Мен аю деп ойлағанын қалаймын. Мен сабақта тауықпын. Достарымның алдында құспын. Негізі мен Мені жұрт аю деп ойлайды. Мені тышқан деп ойлағанын қалаймын. Мен сабақта қоянмын. Достарым алдында қасқырмын. Негізі мен түлкімін. Мені жұрт қарлығаш деп ойлайды. Мені балапан деп ойлағанын қалаймын. Мен сабақта мысықпын. Достарымның алдында қоянмын. Негізі мен попугай. Құрметті студенттер, сіздерге ойын ұнады деген ойда. Жай ғана сергіту сәт ретінде бұл жерде ешкімді кемсіту немесе мазақ қылу деген ойда жоқ. Жоқ, керісінше қайта Қараңыздар, иә? көңіл күйіміз көтеріп қалды. Келесі бізде сіздерге баламен, сіздер енді болашақ тәрбиешісіздер, мектепке дейінгі оқыту маманысыздар, иә? Сондықтан сіздерге екі педагогикалық жағдаят алып келдім. Бірінші топқа, тұлпар тобына номер 1 педагогикалық жағдаят, екінші барыс тобына номер 2 педагогикалық жағдаят тақтада берілген. Мен сіздерге оқып берейін, иә? Бірінші, балабақшаның ауласына серуенге шыққан балалар ойнап жүреді.
бір бала үйінен добын ала келіпті. Ойынға барлық бала қосылды. Біреуі допты қатты теуіп, әйнекті сындырып қояды. Терезені яғни. Балалар жан-жаққа қашады. Допты әкелген баланы тәрбиеші ұстап алып, допты әкелген сен, ендеше саған жауап беруге тура келеді. Ата-анаңды шақыртып, кімнің кінәлі екенін анықтаймыз. Бала қанша ақталуға тырысса да, бірақ тәрбиеші оның сөзіне құлақ аспайды. Осындай жағдай болған кезде сіз тәрбиешінің орнында сіз қандай іс-әрекет жасар едіңіз? Яғни бұл жерде тәрбиешінің орнында болсам, қандай бақытты дұрыс сценар едім. Яғни бұл жерде баланың аты бала, бәрі бала ойынның баласы. Яғни сол үшін балаға әрине жегіп ұрсып қажет емес. Себебі бала бірінші орында психикасын құртады. Яғни психикасы құртылса, баланың тіпті ойынға деген ынтасы былай тұрсын, көшеге шығуға деген яғни қорқыныш болып қалады. Қорқыныш баланың бойында сондай үрей болуы мүмкін. Сол себепті балаға сенімсіздік пайда болуы мүмкін. Сол үшін балаға бірінші кезекте ұрысқан дұрыс емес. Бірінші кезекте балаға емес, баланың ата-анасымен жұмыс жасаған дұрыс. Яғни тәрбиеші ретінде мен өзім осылай жағдайға түсіп тұрсам, бірінші кезекте баламен емес, ата-анасымен жұмыс жасар едім. Балаға ұрсу арқылы еш нәрсені түсіндіре алмайтынымызды түсіндірмін. Бұл жерде жағдаятты бірінші болған нәрсені жағдаятты баладан сұрау керек. Жай сөзбен сұрап білу керек, және ол жағдаятты ары қарай ата-анасын шақыру арқылы оны талқылау керек. Мәселені талқылау керек. Және бұл жерде балаға жегу арқылы түсіндіруге болмайды. Себебі баланың уже қоғамға деген, ол адамға деген сол мекемеге деген тіпті көзқарасы өзгеруі мүмкін. Оларға негативті емес, керісінше позитивті көңіл күйін көтеретін, одан әрі сен бұны уайымдама, бұл жақсы болады, сен бұл жағдай қалай болды, қалай орын алды деген сияқты баладан сұрау қажет. Өте дұрыс айтып жүрсіз. Сол мезетте бала мен тәрбиешінің арасында ғана шешсе болады. Бұл жерде ата-ананы шақыртудың қажеті жоқ. Болмаса негізінде тәрбиеші сол балаға ұқсатым болсашы, сол бала негіз тәрбиешісін жек көріп, тәрбиешіге деген көзқарасын мүлдем өзгертіп кетеді. Сол үшін бірінші кезекте тәрбиеші өз-өзін, яғни тәрбиеші деген атына лайық болу керек. Сол үшін балаға бірінші кезекте ұрсып, бірінші жағдайды түсінбей алып, балаға жегіп ұрысқанды дұрыс емес. Өте жақсы. Келесі жағдаятты мұқият тыңдаймыз. Барыс тобы. Тәрбиеленушінің жасы 5-те. Ол гипербелсенді. Оқу қызметіне толық қатыса алмайды, бір орында отыра алмайды, яғни мазасыз бала. Оқу қызметі барысында рұқсатсыз орнынан тұрып, ойыншықтарға тиісуі мүмкін, басқа балаларға кедергі жасауы мүмкін. Бір тапсырманы соңына дейін орындай алмайды. Бірақ топтар балалармен қарым-қатынасы жалпы жақсы. Кейде ғана агрессивті мінез көрсетуі мүмкін. Тәрбиеші баладан қанша тынышталып, тәртіпке бағынуын сұраса да, ол кейде жылап қалуы мүмкін, немесе қарым-қатынасқа түсуден мүлде бас тартуы мүмкін. Осындай жағдай болған кезде сіз тәрбиеші ретінде қандай әрекет жасар едіңіз? Барлығымыз бұл жақта жауап береміз. Қазір бірінші өзім ойымды айтып кетейін. Ең бірінші, бұл жерде тәрбиеші мен тәрбиеленуші болып тұр ғой. Ең бірінші, оларға егер балаға мұғалім ұрсудың қажет жоқ, ол өзінің сабағын, өзінің берген тапсырмасын орындау керек. Яғни оның сіз айтып тұрсыз ғой, белсенді, яғни оның ол бір жерде отыра алмайды, кейде тынымсыз болады деп жатырсыз. Ең біріншіден онымен мұғалім мен бала бірінші тілдесу керек. Сыныптың көзінше, балалардың көзінше оған зекіп ұрсудың қажеті жоқ. Барлығын бірдей көруіміз керек. Ең біріншіден барлығын бірдей көруіміз керек. Одан кейін барып балалар кеткеннен кейін оның жеке жұмыс жасап, және де ата-анасымен жақсы қарым-қатынаста болып, ата-анасына ескерту жасауымыз керек. Ең бірінші ата-анамен тіл байланысы жақсы болу керек, мұғалім екеуінің. Сол себепті бірінші ата-анамен, содан кейін балаларға көзінше ұрсу керек, онымен жеке жұмыстар, жеке тапсырмалар. Баланың қызықшылығын арттыру үшін әдіс тәсілдерін қолдану керек, қызықты ойындарын қолдану керек, сабағында алып жүріп, бәрін қосып, бірдей алып, жеке жұмыс жасаған дұрыс деп санаймын. Бірақ бүкіл баланың көзінше қосылып зекіп ұрсудың қажеті жоқ бұл жерде. Келесі бізде ойынның барлығын айтып кетсек, топтық мүшесі. Менің ойымша гиперактивный баланың өз сияқты жұмыс жасау керек. Сол сияқты тәртіпсіз болып көрінуі керек. Оған жаман әсер ете ма? Значит, ол мұнда енді жасамайды, екінші келіп жасамайды. Мысалы, ол бір затты лақтырса, сен де ол затты лақтырып көрсетесің. Ал әдемі ма дейсің? Ол жаман дейді. Значит, ол ендігі әлі осы жұмыс жасау. Түсіндіру, егер әр баланың несі әртүрлі, психологиясы, қабылдауы әртүрлі да, бір балаға біз мейіріммен қарасақ, ол мейірімді түсінбейтін балалар да болады. Оған ұрсып
бір жағынан ұрсып, бірақ ұрсып деп зекіп тастаудың қажеті жоқ. Онымен тек андай ұрсудың өзінің өнері болады, нақты тіл байлықпен жеткізетін өнері. Бір ауыз сөзбен ақ бір адамның сүйегінен тілді өткізуге болады ғой. Сол сияқты сөзбен де жеткізуге болады. Кейбір балалар мысалы мақтағанға құмар болса, өтірік болсын мақтап, барынша тырысып, өтірік дегенге басқаша ойлап қалмаңыздар. Енді оны әртүрліге баланың әртүрлі сөздермен баулу керек та. Біреуге зекіп айтсақ, ол түсіну мүмкін, тез түсіну мүмкін. Сөз сүйектен өтеді, сөз сүйектен өткеннен кейін ол керісінше алдыға ұмтылып, барлығын жасау мүмкін. Ал бір балаға мейіріммен қарасаң, ол тез түсініп кетеді. Бір балаға ашумен қарайды. Сол сияқты мысалы мен мейіріммен, андай жұмыс тәсілмен, әдіс тәсілмен істеу керек десем, бізде Айжан өзінің ойын андай зеку арқылы, ұрсу арқылы да оның істерін қайталау арқылы да істеу керек деген сияқты өзінің ойын жеткізіп жатыр. Өте қосыламыз. Бізде түсінгенім, яғни тәрбиелеудің әдіс тәсілдерін дұрыс қолдану керек. Тәрбиелеуде мадақтау да бар, жазалау да бар, соларды дұрыс пайдалану керек, иә? Жарайды, тұлпар тобы. Бізде біткен жоқ. Жаңа аяқтап, барс тобы. Барлығы өз ойын айта кетсе. жағдайда менің ойымша педагогикалық, психологиялық кабинетіне барып, баланы тәрбиешімен бірге алып барып, арнайы мамандармен сөйлестіріп, еркін өз ойын ашық жеткізуге, сонымен ашық сөйлесуге тырысу керек. Келесі, тағы кетсек. Тәрбиеші мен тәрбиеленушінің арасындағы қарым-қатынас жақсы болу керек. Тәрбиелеуші адамға, балаға зекіп сөйлемеу керек. Оның көңіл күйін қандай жағдайда тұрғанын түсініп, өзінің ортадағы адамдармен болған кезде сөйлеспеу керек. Өзінің кабинетіне барып, жеке сөйлесу керек. Қандай жағдайда болғанын түсіну керек. Болды да гипербелсенді бала дейді ғой бұл жерде, гипербелсенді бала. Ол жерде мысалға мұғалім оның қызығушылығын арттыра білу керек, оның арнайы бір сол ортада оны қызықтыра алатын бір әдіс тәсіл таба білу керек. Жаңа айтып өттік. Гипербелсенді бала ол әркімге арада жүреді, ол тұрып кетеді, сөйлеп кетеді, ана бала дұрыс кетеді. Сол кезде оның назарын аудара алатындай белгілі бір ойын түрлерін, әдіс тәсілмен қатар оны оқыта білу, оны ары қарай өзінің істеп жатқан іс-әрекетінің дұрыс емес екендігін көрсете білу қажет. Рахмет бағана осындай. Өте жақсы, рахмет. Енді маған ортаға 5 студент шықса, қазір біз осы айтылған педагогикалық жағдайлықтардан теория жүзінде айттық қой. Енді практика жүзінде көрейік. Балаға қалай әсер етеді? 5 студент керек. Егер шықса. Енді қалай жасаймыз? Барлықтарыңыздар сұрақ туындап жатқан шығар, жіп бізге не үшін керек деп. Түсіндіріп өтейін, бұл жерде біз Умиданы біз тәрбиеленушінің рөлінде алып жатырмыз, ал қалған 4 студентті тәрбиеші ретінде алып отырмыз. Жіп бізде тәрбиеленуші мен тәрбиешінің арасындағы байланыс деп алайық, иә? Демек, егер де біз жаңа жағдаяттар бойынша айтып көрейікші, егер де балаға біз дөрекі сөйлесек, жаңа жағдаятты шешу үшін балаға қаталдық танытып дөрекі сөздерді айтатын болсақ. Сіз мысалы тәрбиеші ретінде әртүрлі тәрбиеші бар ғой мысалы. Сіз айтып көріңізші, қандай дөрекі сөздерді айтатын, мысалы, неше түрлі кемсітетін сөздер айтуы мүмкін, иә, тәрбиеші? Мысалы, бала әйнекті сындырып қойды, сіздердің жағдаяттарыңыз бойынша, иә? Жоқ, мысалы ретінде сен неге сындырасың, сен күтпіш емес, ата-анамды шақырып кел, неше түрлі ата-анасынан звондап, бүкіл адамдардың, балалардың көзінше ұрсатын еді. Демек, егер сіз оған баланы кемсітетін болсаңыз, демек балада өзіне деген сенімсіздік болады. Демек, тәрбиеші мен тәрбиеленушінің арасындағы байланыс үзіледі деп санаймыз. Келесі турда оған оның жеке мысалы балаға кемсітетін сөздер, неше түрлі сөздер бар, иә? Топас деп, ақнақ деп, бұзақы деп. Демек, бұл кезде баланың өзіндік бағалауы түседі.
демек сенімді қарым-қатынас баламен біз орната алмаймыз. Екінші жағдаят бойынша гипербелсенді балалардың көзінше кемсітетін сөздер айтып ұрысқан жағдайда бала мен тәрбиешінің арасында сенімсіздік орнауы мүмкін және де түсініспеушілік пайда болуы мүмкін, иә? Ал біз бұл жағдайларды, демек баламен бұл жерде сенімді қарым-қатынас деп атадық қой педагогикалық жағдаяттарды. Баламен қалай сенімді қарым-қатынас орнатамыз? Егер де біз балаға жылы сөздер айтып барынша түсіндіретін болсақ, баламен қайтадан қандай қарым-қатынас? Сенімді қарым-қатынас орнатуға болады, иә? Демек, байланысты орнату үшін баламен дұрыс тілдесе білуіміз қажет екен, иә? Ең бірінші балаға дұрыс қарым-қатынас жасай білуіміз керек екен. Сен бұл жағдайда қобалжыма деген сияқты. Ол сол ситуацияда жылап қалуы мүмкін бала. Сол жағдайда мұғалімнен ұрыс естейін ба деген баланың ішкі қорқыныш сондай болуы мүмкін. Сол сәтте баланы ең әуелі сабырға келтіру керек. Өте жақсы. Рахмет қыздар, орындарға отырсаңыздар болады. Рахмет, сіздерге пайдалы ақпараттар бере алдым деп ойлаймын. Көп-көп рахмет белсенді қатысқандарыңызға. Сіздерге рахмет. Жақсы, керемет қыздар. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Ол үшін бәріміз мұқият тақтаға қарай. Я прям радовалась, что иду в школу. Я первый раз очень стеснялась. Потом я подружилась, и я поняла то, что это классно ходить в школу. В школе же всегда радостно. Ну потому что там одноклассники. Я боялась. Перезабава. Если честно, я боялась учительниц. Но потом я поняла, что школа это весело и классно. По математике я люблю писать примеры. А по-русскому люблю диктант писать. Так, умная. Я хочу стать ветеринаром и там животных с улицы забирать себе и лечить их. Я хочу похож на своего директора и взять с него пример. Я верю, что доктором. Я хочу быть полицейским. Искать людей, которые потерялись. Я хочу быть пчеловодом. Потому что они добрые. Доктором. Я люблю мама. Пока водусь. Иначе помнили. Жарайды. Ал енді қыздар өздеріңізге мәлім, қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру мен оқыту стандартына сәйкес қалыпты балалармен және осындай дамуында шектеулі бар балаларды бірге қосып инклюзивті білім беру жүйесінде біз жұмыс жасап жатырмыз. Өздеріңізге мәлім, менің тобымда Сүлейман Інжу, 10 топта Назарова Тамара деген Дауна қызды көрдіңіздер. Енді осы тұста сіздерге сыни тұрғыдан ойлау технологиясы бойынша ерекше балалардың топтық деңгейлері қандай деген сұрақтарға жауап берсеңіз. Бізден осы топта мүшесін Алина жауап береді. Ерекше балалардың даму ерекше мінез құлықтарына, эмоционалдық проблемаларға байланысты деңгейде білім алу керек. Жарайсыздар. Және де кешірім сұраймын, сұрақты бөлгенім үшін енді маған психологиялық ойын түрлері көрсетіп жатыр және де балалар жайлы көрсетіп жатыр. Әрине бұл жерден көп түрді сөйлей алмай келсеңіз, өз ойымды айта кетсем болады ма? Енді айтып жатыр психологиялық тренингте менің түсінгенім мұғалім мен бүлдіршін арасындағы байланыс. Айтып жатыр ғой, егер оған кемсіткен сайын, жаман сөздер айтқан сайын ол артқа қарай шегіне басып, оған мотивация беріп, алдыға ұмтылдырсаң ол алдыға ұмтылады. Тек қана балалар емес, біз де сондаймыз. Мұғалімдер, үлкендер де сондай ғой, барлығы мойындауымыз керек. Маған да біреу келіп зекіп тастаса, менен түсіп қаламын. Мәселен, еш нәрсені ынтамайды. Сол сияқты біз мұғалімдер мен балалар арасында байланысты жасатуымыз керек. Қысқаша айта кетейін, және де инклюзивті балалардың қазір видеоларын көрсетіп жатырсыз. Біріншіден, Аллаға шүкір дейміз. Мыңдағы шүкір. Енді біз қазір М4 мамандығы, енді балаларды дайындаймыз, мектепке дайындаймыз, оларға үйретеміз, тәрбиені ең бірінші балабақшада көрсетіп жатырмыз ғой. Бағана айтып жатқандай НЖО-ды. Бізде практикада сіздер арқылы НЖО-ды көрдік, яғни инклюзивті балалардың бір тобына жатады. Біз сол кезден бастап енді бүлдіршіндерге не істеуіміз керек?
қазірден бастап енді болашақта олар мектепке барады ғой. Сол кезде оларға тәрбиені ең бірінші тәрбие болмай, тәрбие талбестен дейді ғой. Сол үшін тәрбиесін қазірден балабақшадан жақсартып, ертең болашақта мықты маман иесі шығатындай тәрбиелеуіміз керек. Керемет уақыт шектеулі. Ал енді практикалық сабақ болғандықтан біздерде практикалық көрсетілім болу керек. Осындай ақыл ойында кемістігі бар балалармен қандай ойын жүргізсе болады? Сіздерде? Я айта қойыңыздар. Бұнда бізде мен себепке жемістеремін ойыны. Бұл ойынның мақсаты баланың ойлау қабілетін, есте сақтау қабілетін, зеректігін жақсартады. Сонымен қатар бұл ойынның түрі, бұл ойынды жемістерді яғни осылай шашу арқылы біз жерге қоямыз. бұл балалар осы шашылатқан ойындары, яғни бұл жерде көп тұрғанда неше түрлі жемістер, яғни апельсин әкеп жинайтын болса, бала бірінші кезекте апельсин цветін жаттайды, екінші бұл қандай жеміс екенін жаттау арқылы баланың яғни есте сақтау қабілеті және де цветтерді ажырату арқылы, балалардың түстерді ажырату арқылы балалардың есте сақтау қабілеттеріне өте қажет ойын. Яғни Сонымен қатар бізде бірінші бала келіп, бірінші себетке мен алмұрт салдым десе, келесі бала келетті. Мен алмұрт салдым, мен апельсин салдым. Келесі оқушы келетті. Мен алмұрт салдым, апельсин және салдым және мен лимон салдым деп, оның ойлау қабілеті, есте сақтау қабілеті дамиды. Өте керемет. Жемістердің аттарымен, есте сақтау қабілеті. Біз барыс тобында да бір ойын түрін көрсететінде сіздерге өте қосылып, есте сақтауды осылай балалар істесе, ойнаса, өте жақсы жаттайды, өте керемет сіздердікі. Бізде ойын түрі, Саппол моторикасында бұл жерде ойынның бірінші ойын инклюзивті балалармен жұмыс жүргізуде осындай ойындар қолданылып отыр. Балалардың, яғни психологиясын жақсы дамыту үшін арттыру үшін. Ең бірінші қарап тұрғаныңыздай, бұл жерде кесе, жырда кеседегі былай көресіздер. Құйылып тұрған ішінде зат болады, яғни біз ол затты былай қоямыз. Енді сіздерге жақсырақ қарайық па? Бұл жерде затты көріп тұрсыздар. Әрине бізде ары сындырып кетсеңіз, кесеге теру арқылы кесеге салу керек. Қараңыздар. Теру арқылы кесенің ішіне салу керек. Өз-өзіне қызмет етіп жатқанын білу керек. Бұл жерде есте сақтау қабілетін жақсарту. Бұл ойын арқылы баланың ұсақ қол моторикасы дамиды. Ұсақ қол моторикасы дамымай, баланың ойлау қабілеті мен тілі дамымайды екен. Сондықтан бұл ойын өте пайдалы. Бұл ойыннан қысқаша түсіндіре кетейін. Көріп тұрғандарыңызда, яғни бұл жерде баланың психологиясын дамытуға өте үлес қосатын бір ойынның тәсілі. Және де бұл жерден тірек қимыл, яғни айтады, қол мүшелері де жақсы дамиды, яғни ойлау қабілеті жақсы дамиды. Саппол моторика жастар, жақсы керемет қыздар. Жоқ, уақыт шектеулі қыздар. Енді сіздермен бүгін ақыл ой кемістік мәселесінің тарихын білдік, түрлерін анықтадық, табиғат қоғамдағы орнын таптық, және сол балалармен ойнайтын ойындар түрлерін өздеріңіз көрсете білдіңіздер. Басқа да ойын түрлері. Енді сіздердің осы мен бастапқыда 4К моделі бойынша сіздер топқа бөлдім. Енді 4К моделінің соңғы нәтижесі ол сіздердің алған білімдеріңіз, бүгінгі өткен сабақтарыңыздың күшті тұсы мен әлсіз тұсы. Сол жағынан. Яғни бұл жерде ең күшті тұсы болғаны біз яғни ойын түрлерін білдік, яғни қандай ғалымдар бар екендігі, яғни қандай ғалымдар қандай ауруды зерттегендігі туралы білдік. Яғни біздің әлі бұл тақырыпқа байланысты біздің әлі білетініміз өте көп. Себебі бұл тақырып біз практика барысында көршімен қаза берсек астына шыға береді екен. Шынымен сол үшін біз бір аурудың астына екінші ауру, яғни бағана айтадық қой 3 бөлім бар, 4 бөлім бар, яғни сол арқылы біз әлі білмейтініміздің көп екендігін түсіндік. Мен де айта кетсем болады ма, енді жақсы жаман жағы деп жатыр, жаман жағы жоқ сияқты. Өйткені біз өзіміздің топта енді ақылдасып өзіміздің ойын түрлерімізді көрсетіп, біз өзімізден бөлек сіздер арқылы сіздер айтқан мағлұматтарды да біз естіп, түсініп арқылы сіздердің ойындарыңызды да көрдік. Өте ұнады, сіздер арқылы біз білмеген нәрсені сіздер де үйрендік. Және де сізге айта кетерім, сабақты өте жақсы жүргізіп жатсыз, және де ойын тәсілін ғалымдарды сұрап жатсыз. Сіз арқылы біз білмеген нәрсемізді қазір үйреніп жатырмыз. Ертең біз өзіміздің универге барғанда да бұны сабақ айтсақ қандай жақсы, бізге өте үлкен үлес қосады. Және де қайдан білімдер десе біз сіздің есіңізді айтып, сізді мақтан тұтамыз. Сол кезде
мен айтарым, өте күшті болды. Ешқандай да жағымсыз жағы болған жоқ. Енді жағымсыз жақ дегендей жоқ. Тек қана жақсы жақтарын білмегенімізді сіздерден үйрендік, сіздер біздерден үйрендіңіздер, және де мұғалімнен үйреніп білдік. Көптен көп рахмет етемін. Жалпы мен бұл сабақтар жақсы түсіндім. Бұл жерде біз ақыл ойы кем балалар мен инклюзивті балаларды айырмашылығының бар екенін қалыпты балалар мен инклюзивті балалар және ақыл ойы кем балалармен қалай жұмыс жасауды негізі бойынша ақыл ойы кем балалар дегеніміз олардың ойлау қабілеті 85%-ке төмен болады. Олардың ойлау қабілеті біз қалыпты дәрежедегі балалардың 8-12 жас аралығындағы бала мен ақыл ойы кем балалардың дәрежесі мүлдем екі бөлік салыстыруға келмейді. Ал инклюзивті балалар дегеніміз ол бір жағынан мысалы есту қабілеті жағынан төмен болатын болса, олардың сипап сезім мүшелері жағынан олар өте жақсы дамыған және ол мысалы дамыған қабілетін одан әрі дамыту арқылы оны арнайы бір жетістікке жеткізуге болады. Ал ақыл естіген балаларды тек қана жаңа дидактикалық жаттығулар ғана жасау арқылы ғана олардың іс-әрекеттерінің қимылдарын ғана арттыра алады. Бірақ олардың бұның өкінішті болса да айта кетерлігі мүмкіндігі шектеулі. Олардың жасы ұлғайған сайын олардың өмір сүру мүмкіншіліктері азая береді және олардың психологиялық ауытқулары одан саман қиындай түседі, күшейе түседі керек. Жақсы қыздар, енді сол ойларыңызды мына кері байланыс қағазына жазасыздар. Ол үш маңызды жұмыс. Бірінші, бүгін мен не істедім, бүгін нені білдім, нені түсінбедім деген үш сауалға жауап бересіздер. Және соңынан ертеңге жоспарым. Соны жаза кетіңіздер. Оған дейін мен өзімнің дайындаған видео материалым бар. Қыздар толтырып болғанша сіздер сол видео материалымды қарайтыңыз. Бес қосу бес. 10 қосу. Құрметті артистер десем де болады енді қыздар. Менің өзімнің тәжірибе жұмыс барысында тәжірибемде осындай құлақ есту төмен балалар кездесті. Енді инклюзивті білім беру жұмыстарын ол балалармен бірге жүргіздік. Бірақ ол баланың танымдық қабілеті өте жоғары болатын. Оқу қызметінде ол балалармен жұмыс жасағанда ол көбіне құрастырмалы ойындармен жұмыс жасайды. Енді бұл баланы болашағын жаңағы алаңдату барысында мен әлде ол бала бізде балабақшадан кетті, бірақ сол алаңдату мәселесі жағдайында мен ата-анамен бірге жұмыс жасап жатырмын әлде. Содан енді ол баланың жаңағы кемістігі бар баланың әйтеуір бір жақтан керемет бір қабілет болады екен. Ал бұл баланың математикаға қабілеті өте керемет екен. Есепті бұл бала мектепке бармаған, бірақ есепті ойша шығара береді. Соның бір дәлелі. Былай 5 қосу 5. 10 қосу 9. 19. 100 бөлу 2. 50. 50 қосу 7. 57. 45 қосу 45. 90. Өте дұрыс. 8 қосу 8. 16. Дұрыс. 20 қосу 30. 50. Дұрыс. 9 қосу 9. 18. Келесі қыз менің қазір тобымда өзімде ересек топтың балалары. Бұл деген қыз, бұл қыздың есту қабілетінде жақсы дамығанда көруі және тілі тек кемістігі бар, өте төмен қыз. Енді бұл қызменен біздің бақшада педагогтарменен логопед мамандар жұмыс жасайды. Қосымша ата-анасының бір үзіндісі видеодан логопедке барған.
келесі сан қайсыны санамыз қайда 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 қызғылт сары қайда қызғылт сары міне иә сан дөңгелек сан дұрыс түспен қоямыз жақсы керемет қызғылт сары мен көрсету менің немде бар еді мақсатында. Ал енді қыздар келіп байланысымыз дайын болса, енді соңғы қорытындымыз болса, енді өздеріңіздің ойларыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса кетейік сабағымызды. Біз барыс тобы барлығы түсінікті қорыта келсек, біз өзіміз енді сіздердің арқаңызда бағана айтып кеткендей барлығын үйрендік, инклюзивті балалар жайлы мағлұматтарды үйрендік. Енді ең бірінші айтып жатыр ғой, тәрбие деп же, енді тәрбиеге біздің ең бірінші үлес қосқан біздің ақындарымыз, композиторларымыз, философтарымыз да бар, өте көп. Бірінші айта кететін болсам, Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы ең бірінші бізге осы білімге алып құштарлаған осы біздің кісілер болатын, ақындарымыз болатын. Енді осы кісілерді айтып өтпесек те болмайды ғой. Сол себепті тәрбиеге бізді баулыған осы кісілерімізге байланысты Абырай атамыздың бір өлеңін біз топ мүшемізден бір рет айтып қорытындыласақ деп ойлаймыз. Ыбырай Алтынсарин, кел балалар оқылық. Кел балалар оқылып, оқылсаңыз көңілге ықыласпен тоқылып. Ұйқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Іздегеннің алдынан тірелмей-ақ табылар. Назарларыңызға көптен көп рахмет айтамын. Айта қойыңыздар. Біз Абай Құнанбаев атамызда айтып кеткен ғой. Дүниеге келгенде мақсатымыз сенде бір кірпіш дүниеге кетігін таптап яғни біз қоғамға біз қоғамға бір пайдамызды тигізіп кетуіміз. Яғни біз дүниеге келгеннен кейін әрбір тұлға, жеке тұлға өзіне өмірге не керектігін, ненің керек емес екенін түсіне отырып, яғни өмірге деген айтып жатқанша сенде бір кірпіш дүниеге кетігін таптап байқалды. Яғни бізде осы сіздердің арқаларында бүгінгі практика сатқанша көп нәрсені түсіндік. Шыны керек балалармен қалай жұмыс жасау керек, ол балаларға нені үйретіп, нені дұрыс, нені бұрыс екендігін шынымен барлығын түсінген болатын. Және де біз келесі нені білмедік айтып жатық қой, және сол кезде мен түсінбеген нәрселерім балалармен, яғни ерекше балалармен қалай жұмыс жасау керек екенін яғни түсінбеген едім. Бірақ осы сабақ барысында шынымен де түсіндім. Балалармен ойын түрлерін көрсетіп жатсыздар ғой, солар арқылы түсіндім. Мен жалпы осы тақырып өте ауқымды тақырып екен. Бұны ары зерттей беретін болсақ түбі өте терең екен. Және бір қатты түсінгенім осы ақыл есі кем балалармен инклюзивті балалардың екеуі мен ойлайтынмын ғой, ақылы кем балалар деген осы инклюзивті балалар деп жүр. Бірақ алайда инклюзивті балалармен ақыл есі кем балаларды мүлдем шатастырмауымыз керек. Олардың ішкі бөлінетін салаларда бөлек, инклюзивті балалардың ішкі бөлінетін оларға арнайы мамандар да салаларда бөлек болады екен. Шынымен аражігін анықтап түсінгенсіз қалған КСРО-дан кейінгі осы инклюзивті балаларға, ақыл ескен балаларға осындай жағдайлардың жасалғандығына және осындай мекемелердің, логопедтің, дефектолог, осы мамандықтар бойынша жұмыс жасалып жатыр, одан ары дамып жатыр. Әр балаларға, тілі кеміс балаларға қандай жаттығулар жасалу керек? Жақсы қыздар уақыт шектеулі. Ойындарыңыз бойынша сандарыңызды берейін. Қыздар уақыт шектеулі. Енді мен мына өлеңмен қорытындылағым келіп отыр. Оған дейін сіздер ұпай сандарыңыздағы асықтарды санаңыздар. Болса дағы бар кемшілік бойында, балақайым ешқашан да мойыма. Ұмтыл алға, кітап оқы білім ал, бар құндылық сенің таза ойыңда. Сеніміңді қолдап бағыт беремін, сол ішінде ізденемін, келемін. Апайыңды тыңдашы, мен сенің ертең мен сенем деп бүгінгі сабағымызды аяқтаймын. Қанша ұпай жинаған екенсіз? 11 сіздерден? Бізде де 11. Достық жеңді. Керемет. Бүгінгі сабақта өте керемет өттік деп. Қызық болды деп ойлаймын. Рахмет сізге.